келесіңдер балалар, отыра қойыңдар. Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Барлығымыз айдай жарқырап, күндей жадырап, судай таза көңілмен сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі күнімізді бастаймыз. Балалар, менің қолымда бағалау парағы, яғни көбелек әдісі. Қазір біз сабақтың барысында үй жұмысын сұраған кезде, жаңа сабақты талқылап бастаған кезде осы көбелек әдісі. Өз-өзімізді бағалауды білеміз ғой. Әр тапсырмада дескриптор болады. Сол дескриптор бойынша бір-бірден өздеріңізді бағалап белгілеп отырасыңдар. Түсінікті ме балалар? Түсінікті ме? Жақсы. Алдымызға қойып қойыңыз. Балалар, үйге қандай тапсырма берілді? Башладан. Айта ғой, Сабина? Дуадақ мәтінін әңгімелеу. Жақсы. Дуадақ мәтінін қазір әңгімелейміз. Кез келген жерінен тоқтатамын, жалғастырып келесі бала айтады. Түсінікті ме? Кәне кім дайын мәтінді айтамыз. Кім бастайды? Сұлта бастайды. Дуадақ шілде айында күн ыстық болды. Біз желі мәшинеде отырмыз. Жолдың екі жағы шөпшілер. Одан кейін жолда бір адам дуадақты көрген. Одан кейін мен атам деп айтады. Одан кейін оның қасынан Бек Темір деген кісі келеді де айтады. Сен оған атпа, ана дуадақтың балапаны бар, обалдан қалма дейді. Одан кейін сол адам сол балапанды тауып өзіне алып кеткен. Отыраға жалғастырамыз Сабина. Қалбай, е? Қалбай балапанды өзіне алып кетті де жүгіре бастады, бірақ та оның артынан дуадақ қалар емес. Балапандар анасына барғысы келіп, түсуге өзінің шаруасын жасай бастайды. Бірақ та Бектемір оны алып жүгіріп кетіп, өзінің сөмкесіне салып қояды. Бектемір де Қалбайда көлікке отырады. Көлікке отырған кезде Қалбай өзінің жаман қателігін түсініп, Бектемірді көндіре бастайды. Балапанды анасына берейік, әлі де артымыздан келеді дейді. Бектемір ақыр соңы оның шешіміне келісіп, балапанды дуадаққа береді. Дуадақ қатты рахметін айтқандай қанатын сермеп қуана жөнелді. Жақсы, тамаша. Өздерді бағалап қойыңдар бір-бір балл. Енді бала толықтыру үшін жұмысын біз тақтаға назар аударамыз. Тақтада бізде тапсырма берілген. Осы тапсырмада біз нені көрдіңіз балалар? Жануарларды көрдіңіз. Жануарлардың басу арқылы біз бірнеше сұраққа жауап беру керекпіз. Кәне кім шығады тақтаға? Айненка дейді ғой. Бір жануарды баса ғой. Сұрақ сіңген. Шықметір, даусын қатты шығар. Әңгіменің авторы кім? Әңгіменің авторы Кәнеке. Кім көмектеседі? Тұрмамбек. Жармағанбек. Жақсы, отыра қой. Келесі сұрақ. Келесі кім шығады? Так, келе ғой Сабина. Қай кезде болды? Оқиға шілде айының басында болды. Дұрыс па балалар? Бір балл дискриптор бағалап отыр өзіңді. Келесі сұрақ. Келе ғой Сұлтан. Қалбай дуадақтың балапанын не істеді? Қалбай дуадақтың балапанын өзіне қайтарған. Кім толықтырады? Жақсы отыра ғой. Кім толықтырады? Толықтыра ғой Жасмина. Қалбай дуадақтың балапанын
шығады. Келе ғой, көркем. Жылдамырақ. Мәтіннің кейіпкерлері кімдер? Мәтіннің кейіпкерлері Бектемір, Қалбай және мәтіннің авторы. Тамаша, жақсы. Так, келе ғой, сен. Бағалап отырамыз. Өзімізге бір-бір балдар қойып отырамыз. Оқи ғой. Оқи ғой. Шөпшілер машинамен келе жатып қандай құсты көрді? Толық жауап бер. Шөпшілер машинаға мініп дуалап құсын көрді. Тамаша, жақсы отыра ғой, бір бал ғой өзіне. Өзіне бағалар. Келесі. Келе қағандай. Оқиға кейін аяқталды. Оқиға аяқталды. Бектас балапанды дуалға қайтарды. Так, жақсы отыра ғой. Кім қатесін түзетеді? Қандай қате айтты? Құнабек? Ол Бектемір жаңағы балапанды алып дуалға қайтарды. Жақсы. Соңғы сұрақ кәнекем келеді. Неге қол көтермейміз? Келе қойсын да? Дуадақ машинаның артынан неліктен ұмтылды? Дуадақ машинаның артынан ұмтылды себебі өз балапанын қайтып алу үшін. Тамаша, бір бал қоя ғой. Жақсы. Жақсы бала. Ендеше, мәтін сендерге түсінікті ма? Жұмысы түсінікті болатын болса, біз жаңа сабағымызды бастаймыз. Ол үшін, балалар, қазір біз тақтаға назар аударамыз, ой қозғау. Ұяшықты таңдау арқылы бірнеше сұрақтарға жауап береміз. Зарина таңдай ғой, қай ұяшық? Бірінші тұра ғой орнынан. Төбесінде қу бұта, ала кеткен кім бұта? Жұмбақтың жауабы бұғым. Дұрыс па балалар, көрейік? Жақсы, тамаша, Зарина тұра ғой, бір бал беріліп қой. Екінші ұяшықты кім таңдайды? Әмір таңдай ғой. Тәтті көрсе басталар, айнымайтын баладан. Айны, кесек жарайсың, бір бал қоя ғой. Келесі, айнытандай қой. Екінші тұра ғой. Так, төрт аяқты шалғы, орық кетер малды. Тексерейік. Тамаша, өзіне бір бал қоя ғой. Келесі. Так, артындай ғой. Қай ұяшық? Екінші, қалқиып қос құлағы еріндеп қорқып тұрады. Қоян. Тексерейік. Тамаша, ең соңғысын кім таңдайды? Кім таңдайды ең соңғысын? Раяна таңдайды. Мойны сорайған, сирағы сиреген, теңбіл шұбар терісі, шөлдегі аңның ірісі. Раяна айта ғой? Жоқ. Дұрыс айтады, тамаша кім айтты? Керім. Жақсы балалар, неліктен бұл жерде біз жануарларды ғана көріп тұрмыз? Қалай ойлайсың? Себебі олар біздің жаңа тақырыбымызды бастауға көмектеседі. Жақсы, өте жақсы жауап. Себебі жаңалар біздің келесі тақырыбымызды сипаттап тұр. Жақсы, даусымызға шығарамыз. Ендеше тексерейік. Жарайсыздар бала, сендердің болжамдарың дұрыс келді. Біз бүгін жануарлар туралы тағы не білеміз деген тақырыппен танысамыз. Оның ішінде Ахмет Мерген, Смағұл Кенжеғұлдың авторы. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты кейіпкерлердің іс-әрекетін, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтінмен тауып, салыстырып бағалаймыз және оқиғалар, эпизодтар мен оқиғалар негізінде жатқан маңызды тұстарын талдап салыстырады екеміз. Балалар, барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бізде тақтада сипатта деп бірінші тапсырма берілген. Яғни бізде аюлар тұр екі суретте. Бірінші суретте бізде жаман жолдас деген тақырып, яғни қазір біз бейнебаянды көру арқылы талдаймыз. Екінші суретте өздеріне белгілі қандай мультфильм бар? Маша және аю. Ендеше бірінші
жаман жолдас деген оқиғаны Екі дос орманда келе жатып бір аюға кездесіпті. Бұл екі кісінің біреуі екінші рет тар жерде жолдасын тастап қашатын достарымен жолдас болмады еді дейді. Тыңдадық па? Жақсы. Бұл бізде жаман жолдас деген тақырып, иә? Енді екінші суретке назар аударамыз. Енді бізде балалар мынандай сұрақ. Мультфильмдегі және жаңағы оқиғадағы екі аюды сипаттап салыстырамыз. Және әр сұраққа жауап берген балалар көбелек әдісімен өз-өздерді бағалап отыруды ұмытпаңдар. Бірінші сұрақ. Бірінші, жаман жолдастарға аю қандай? Тез жауап береміз. Мейірімсіз, жыртқыш, қауіпті, қатыгез, сезімтал, қатал. Жақсы, тамаша, бір балл қойып қойыңдар. Жақсы, өте жақсы. Екінші, мультфильмдегі аю қандай? Аймен? Мейірімді. Сәлина? Көңілді. Жақсы дейді, тамаша. Ақылды. Жауапкершілігі мол. Белсенді. Мінезі қатты емес, тамаша. Жақсы. Тамаша. Балалар, көрдіңдер ме? Екі суретте де аю, екі оқиғада да, бірақ аюлардың мінез құлқында ерекшелік бар ма екен? Айырмашылық бар ма екен? Жақсы. Олай болатын болса, біз білеміз ба? Назар аударамыз. Аю адамдардың ішіндегі ең мықты жыртқыштарының бірі. Олар шамамен 30 жыл өмір сүреді. Қазіргі уақытта жер бетінде олардың 8 түрі бар. Аюлар жидектер мен жаңғақтарды, балықтар мен сақ жануарларды және жәндіктерді қосылғанда әртүрлі өсімдіктермен қоректенеді. Аюлардың күшті табандары мен тырнақтары бар. Бұл оларға жерді қазып қорегін табуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар аюлардың иіс пен есту қабілеті өте жақсы дамыған. Бұл оларға тамақ табуға және қауіптен аулақ болуға көмектеседі. Иіс сезу өткірлігі бойынша ақ аю барлық сүтқоректілерден асып түседі. Ол жасын 30 шақырым қашықтықта, тіпті 1 метр мұз бен қардың астында да сезе алады. Салмағының айтарлықтай үлкен дене бітіміне қарамастан аюлар тез жүгіреді, тіпті сағатына 50 шақырымға дейін жетеді. Аюдың қонжығы қысқы ұйқымен барлық аюлар бірге қыста ұйықтамайды. Мысалы, поляр және тропикалық аюлар ұйықтамай басқалар сияқты өмір сүреді. Барлық аюлардың 2 қабат түгі болады. Біреуі судан қорғаса, екіншісі жылуды сақтауға көмектеседі. Жақсы бола. Ақпарат алдық па? Жақсы. Бүгінгі күнді жазамыз. Наурыздың 17-сі сынып жұмысы тақырыбымыз Ахмет Мерген. Ахмет Мерген. Балалар, дәптерімізді ашамыз, салыстырамыз. Жаңағы өздерің көрген кинодағы аю, мультфильмдегі аю қандай, және біздегі өмірдегі аю қандай, және олардың ортақ сипатын жазып шығамыз дәптерімізге. Шыққандарды жазып шығамыз. Кинодағы аю және өмірдегі аюны салыстырамыз. Кинодағы аю, өмірдегі аю.
Жақсы, Сабина оқи қой. Кинодағы қандай? Ондағы аю көңілді зиянды қылығы жоқ. Өмірдегі аю ашулы, қатал, сезімтал. Ортақ екі аюды жыртқыш. Жақсы, ортақ сипаттама, жыртқыш. Тағы да. Қане, кім оқиды? Өзіңді бір бағалап қой. Құрманбек оқи қой. Кинодағы аю көңілді, мейірімді, білімді, жауапкершілікті, және ақылды. Ал өмірдегі аю жаман, мейірімсіз, зиянды. Ортақ сипаттамасы екеуде не болады? Жыртқыш. Жақсы, Зарина оқи қой. Кинодағы аю жанашыр, көңілді, жауапкершілігі бар, адамгершілігі бар, мейірімді. Өмірдегі аю қатыгез, мейірімсіз, жыртқыш, сезімтал және адамдарға зияны бар. Жақсы, өзіңді бағалап қой. Мансұр оқи қой. Кинодағы мейірімді, көңілді, жауапкершілігі мол. Өмірдегі аю қатал, зиянды, жауапкершілігі жоқ. Жақсы, ортақ сипаттамасы. Екеуінде жыртқыш. Жақсы, Нұрәлі оқи қой. Кинодағы аю мейірімді, жақсы, ақылды, жауапкершілігі мол. Ал өмірдегі аю қатал, жыртқыш, зиянды, жаман. Жақсы. Ортақ сипаттамасы. Екеуде жыртқыш. Жақсы. Жан тақырыпты жазып қойғалы. Ендеше тыңдап тыңдаймыз. Ахмет ақсақал ертеңгі шайын ішіп отыр еді. Омарташы Оспан кіріп келді. Өнімде абыржу бар. Егер тағы да итетіп жасаса, осылай үркітіп жібер деп күлді. Бұл кезде Тарбағатай тауының бір қырқасынан алтын шұғыласын шашқан күнге көтеріліп келе жатты. Сұрақ, мәтіннің негізгі ойы не? Негізгі ой не? Ахмет ақсақалдың ақылдылығы мекендігі. Ол аюды ақылдың орнына ақпақтық істемей, оған тұзақ құрып, оны қорқытуы. Тамаша, жақсы, өте жақсы. Мәтіндегі аю адамға зиян жасады ма? Жоқ. Не сөйлейміз? Толық. Жасады ма зиян? Ол адамға зиян Жасамады, бірақ не істеді? Ол балды ұрлап жеді. Жәнегі адамның іс-әрекеті дұрыс болды ма, балалар? Дұрыс болды ма? Аюды өлтірді ма? Жоқ, керісінше не істеді? оны атпай-ақ оны қорқытып. Жақсы, тамаша. Сөздің жұмысына назар аударамыз. Бізде әлі жер атауы, дөңгек жуан ағаштың кесіндісі, құлақ ектену, таң ата бастау. Мәтін сіздерге түсінікті ме, балалар? Кімде сұрақ бар? Қазір ендеше біз мынандай тапсырманы орындаймыз. Балауыз деген сөзді естулер бар ма? Әйнек айта қой. Даусымызды шығарамыз. Естіген жоқпыз балалар. Естідіңдер ма? Так, аяулым. Баламыз деген свечка. Дұрыс айтасыздар, свечка. Яғни балауыз араның безінен бөлінетін зат, адамдар онымен шырақ жасайды екен. Жаңа тақырыпта жаңағы біз мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Ол үшін саңырауқұлақ тереміз. Жаңағы Машаның досы Аюға біз саңырауқұлақ теруге көмектесеміз. Кәне тақтағаттың шығарып, келе қойсайын, а? Тез. Келесі сұрақ кім келді? Ахмет Мерген, келесі сұрақ Омарташы Оспан келді. Дұрыс па жауап алар? Жақсы, саңырауқұлақтар бар. Екінші сұраққа келе қой Жасмина. Омарташы Оспан қандай жағдаймен келіпті? Оспан оның балын ұрлап алған аюды алғысы келді. Бірақ Омарташы келіп оған көмектесті. Жақсы, отыра ғой, тамаша саңырауқұлақ сала ғой. Әр бала өзін бағалап отырады, көбелек әдіс бойынша. Оның аюды неге атқызады? Себебі аюды ата алмай қалса өзін мерт қылады. Дұрыс айтасың, тамаша. Мына сұраққа жауап бере саламыз. Айта қоясың, жауап бере ғой, орнына тұрып. Оқиға немен аяқталды? Оқиға
аңламағаны үшін және ол шошып адамдардан ендігі бал аңламайды. Жақсы, кім толықтырады? Оқиға немен аяқталды? Сұлтан? Оқиған немен аяқталады? Оқиға Аю Ахмет деген Аюды қорқытып, ол тағы да келмес үшін қорқытқан. Көркем? Оқиғаның қай сәтінде көрінді? Ахметтің мекендегі оспан келіп, одан кеңес сұрағанда көрінді. Тағы кім толықтырады? Қай кезде жақсы отыра ғой? Қай кезде Сабина? Оқиғаның ортасында. Яғни ол Аю суға батып бара жатқан кезде не істеді бала? Не істеді? Ол мылтықпен Аюды қорқыту ретінде тәсілін атқарды. Жақсы, тамаша. Мәтіннің негізгі ойы ол жаңағы Аюны атпай-ақ оны мылтықпен атып қорқыту. Жақсы. Енді балалар қазір жұмыс жасаймыз. Дәптерімізге анықтаймыз жұптық жұмыс және бір-біріне сұрайсыздар. Яғни Аюға тән сипаттаманы мына жерде тез жазып шығыңдар. Ақырды, қорбандарды талтаңдай жүгірді, ұлыды, ысқырды, ырғып кетті. 6-шы тапсырма деп қай нұсқа дұрыс, соны ғана біз жазамыз. Жазамыздар. Дәптерімізде жұмыс. Таптық ба? Жақсы. Кәне кім жауап береді? Аюға тән сипаттама. Тағы да шпалағай жылдамдатындар. Аюға тән сипаттама және осы сөздерді қимыл қозғалыспен көрсетеді. Сәбина тұра ғой. Аюға тән сипаттама ұлыды, ысқырды, ырғып кетті. Ал балалар дұрыс па? Аю ұлиды ма? Аю ұлиды ма? Аю ысқырды, ысқыра ма? Аю ырғиды ма? Дұрыс жауап берді ме Сабина? Жоқ, керісінше, Сұлтан. Аюға тән сипаттама. Мына жерде оқимыз. Ақырды, қорбаңдады, тау-таңдай жүгірді. Жақсы, осы жерде енді бір осы іс-қимылмен көрсете ғой. Қорбандады. Аюға тән қорбандауды көрсетші іс-қимылмен. Көрсете ғой. Қорбандады. Жақсы, тамаша, отыра ғой. Тағы да бір бала, кәне. Құрбандады. Аюға тән сипаттама қайсы? А нұсқасы ма, Ә нұсқасы ма? А нұсқасы. Осы ішіндегі бір қимылды қозғалыспен көрсете ғой. Ал, көрсете ғой. Жақсы, бір балдағы қоя қойыңдар өздеріне. Сергіту сәті орнымызға тұра қалайық балалар. Әдемі тұрамыз. Сергіту сәті. Қозғалыспен көрсетеміз. Ахметтің орнына араларды кейіпкер етіп алып, мәтінді өзгерте алар едіңдер. Оқиғаны ертегі түрде әңгімелеуге бола ма? Осы біз мәтінді Ахмет мерген деген мәтінді ертегіге айналдыра аламыз ба? Айналдыруға бола ма? Болады, иә? Жақсы. Олай болатын болса, қазір бізде тапсырма. Қазір біз топпен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ сендерге мен қазір беремін өрнек
өлмекшінің тапсырмасы. Яғни менің қолымда өлмекшінің тапсырмасы бар. Екі бала артқа бұрыламыз. Бұрылыңдар, таза айтамын. Әміргеге бойынша үшеуі. Так, бірінші қараңдар. Бірінші топ. Мәтін желісі бойынша не істейсіздер? Қарай қойдар, не істейсіздер мәтін желісі бойынша? Не құрамыз? Жоспар құра қойыңдар. Бірінші қатар. Екінші қатар. Топтық жұмыс. Сендерде тақтада құмырсқаның тапсырмалары тұр. Және құмырсқа сендерге бірнеше қағаздарды дайындап әкелді. Осы қағаздарды рет-ретімен жабыстырамыз. Міне шеріп жылдамдата қойыңдар, келе қойыңдар. Екінші қатар жылдам тақтаға жабысамыз. Жоспар құрамыз, жоспар. Қиға бойынша. Үшінші қатар сендер қару-қашық тапсырмасын орындайсыңдар. Яғни қару-қашықтың тапсырмасында жазып шығасыздар. Жұптық жұмыс тапсырманы сұрақтар жазылды, орындай қойды. Жылдамдатыңдар балаларым. Тез-тез жабыстырамыз, тақтаға жабыстырамыз. Жылдамдатыңдар. Тез-тез бір суреттен аламыз, жабыстырамыз. Жоспарды жасамыз. Олар жылдамдатамыз, 1 минут уақытымыз қалды. Жақсы, екінші қатар аяқтап болғанда отыра қойыңдар. Тамаша. Отыра қойыңдар, тұрғандар қалады. Жақсы, алдыға қарайды. Бірінші қатар, қайнен жоспарларында дауыстарын шығарып, оқи қойды. Кім оқиды? Келеғой Сұлтан, тақтан алдына шығар қой. Балаларға көрсет қағазында. Оқи қойды. Дауысын қатты шығар. Оспажан, Ахметтен көмек сұрауы, Ахметтің жақсы ойы, үшінші Аюдың жөнге келуі, екінші Ахмет Аюды ұстауы, одан ең соңғысы Ахмет Аюды қорқытуы. Жақсы, тамаша. Отыра қой, рахмет. Өздеріңді бір-бірден бағалай қойыңдар. Екінші жоспардағы аялға келе қой, екінші жоспарға айынға. Таңдап тез-тез. Балаларға оқып бере қой. Қатты шығады. Ахметтің Оспанжанның келуі, Аюды сипаттауы, Ахметтің мергендігі, Аюға тұзақ дайындауы, Аюдың қорқып қашып кетуі. Тамаша, өте жақсы. Шығаттар оқи қой. Кім дайын? Келе қой, Сабина. Мәтіннің авторы Смағұл Кенжеғұл. Мәтіннің негізгі ойы не? Ахмет Ақсақалдың ақылдылығы, мергендігі. Кейіпкерлер кімдер? Ахмет Ақсақал, Омарташы, Оспан және автор. Оқиға қай жерде болды? Әлет қаласында. Ахмет мерген Аюды қалай қорқытты? Мылтық ату арқылы оқиғаның салдары Ахметтің ақылдылығынан мергендігіне таңдалды. Жақсы, өте жақсы. Тамаша тұрып алып қой. Көршін екеуі. Жақсы, тағдар. Кім дайын, кім оқиды? Үшінші қатар. Жылдамдатыңдар. Оқи қой, Жасмина. Жылдам. Мәтіннің авторы кім? Смағұл Кенжеғұл. Мәтіннің негізгі ойы не? Ешкімді атпау,
Ahmet, Aydın, Osman. Оқиға қай жерде болды? Әлет қаласында. Ахмет мерген аюды қалай қорқытты? Суға мылтықпен атты. Оқиғаның салдары. Бүгінгі сабақты бекітеміз. Кәне сабақта бірнеше сұрақтар берілген. Сұрақтар бойынша жауап беріңіз. Кім шығады? Кім шығады? Келе қарайық. Оқи ғой. Омарта дегеніміз не? Көмектесер аяла. Не? Аналар бал жинайды және ойлайды бал шығарады. Жақсы. Келесі кім шығады? Зарина келе ғой. Әмия дайын ғой. Аса ғой. Оқи ғой. Ахмет аюға қарсы қандай тұзақ құрды? Қандай тұзақ құрды? Мәтін желісі бойынша қандай тұзақ құрды? Неден жасады тұзақты? Жауап бере ғой, Сәкина. Ахмет тұзақты жіпке Балауызды арқылы жасады. Сол аю жүрген кезде ол тұзақ оның мойнына жабысып қалады. Сол кезде ол мойнынан босата алмай өзін тұзаққа кіргізеді. Кейін ол сол тұзақтан шыққаннан кейін ол көлге құлап кетті. Жақсы. Жақсы отыра ғой. Өзіне бір бал қоя ғой. Келесі. Келе қарай ама. Баса ғой. Омартаға келіп аю не білдірді? Не білдірді? Ойларsan. Не білдірді? Алимиш балды ұрлады. Өзіне бір бал қоя ғой. Келесі. Шома бекере ғой. Амина дайын отыр. Сары аю қандай екен? Сары аю ақылды мейірімді жауапкершілікті мол. Дұрыс айтты ма балалар? Не толықтырады? Көрген толықтыра ғой. Жақсы кісіге шабады. Келе ғой көрген өзін. Оқи ғой. Аюдың жасаған тірлігі дұрыс па? Аюдың жасаған тірлігі дұрыс па? Дұрыс емес әрине. Ұрлық жасауға бола ма? Әрине болмайды. Келесі. Келе ғой. Келеді. Келе қоймасы. Қаралдайды отыр. Аюлар жайлы қандай білесіз? Аюлар көбі орманда тұрады. Орманда өмір сүреді. Жол жүреді. Жақсы келе ғой. Келе ғой. Бұл мәтін арқылы не түсіндім? Мен бұл мәтін арқылы басқа адамнан зат ұрламау, тағы да ұрлық жасамау, біреу затына тиіспеу. Жақсы отыра ғой. Тағы келетін болады ма? Келе ғой. Келе ғой. Келе ғой. Амина келе ғой. Амина маған дайын отыр. Сабаққа қатыспаған. Аю менің дауысынан қатты шошып қашып кетті.
Жақсы, тамаша. Келе ғой, Марал. Марал, келе ғой. Түнде соғысына дайын отырады. Әлихан. Ахмет Ali'dan konuşun ne istiyor dedim. Жақсы, отыра ғой. Келесі келе ғой. Әлихан. Жылдамдар. Оқи ғой. Қауіпті, иә? Жақсы, түзетеміз ба? Аялап түзете ғой. Керісінше, иә болар? Жаңа біз керісінше сарайы мен қоңырайымды шатастырып алдық. Жақсы балар. Жауап берген балар өздеріңді бағалап қойыңдар. Бағалап қойыңдар. Бұл сабақта біз қандай жаңа білім алдық? Жануарлар туралы білдік. Балар, бүгінгі жаңа тақырыпта нені түсіндік? Тезде жауап бере қоямыз. Сәбира. Бүгінгі оқылған мәтін бойынша мен ұрлық жасамау керек екенін білдім. Ұрлық түбі қорлық деген мақал осы мәтіннен көрінеді. Жақсы, тамаша. Мансұр. Мен осы мәтіннен жануарларды атау керегін түсіндім. Жақсы, тамаша. Көркем. Осы тақырып бойынша біз жануарлар туралы әртүрлі мәліметтер. Тамаша. Зарина. Айлар туралы көп мәліметтер білдік. Тамаша. Жақсы, тағы да. Қандай? Қандай ақпаратпен таныстық? Мен жыртқыштарды айтуға болмайды. Мен түсіндім, өйткені мен жыртқыштарға тимесем, олар менің жыртқышым. Жақсы. Және ең соңғысы Зарина. Жақсы етеді. Бүгін қоңыр аю мен сары аюдың екі түрлі болатынын білдім. Сары аю өте ашулы, адамдарға тиісетін, ал қоңыр аю өзімен өзі жүретін молына. Жақсы, тамаша. Сабақты барлығымыз түсінген сияқтымыз. Рефлексия. Балар, қазір бір-бірден шақырамын. Егер барлығы түсінікті болса, ауа райына байланысты күнді басамыз, сұрағым бар десеңдер, бұлтты басамыз, ештеңе түсінбедік десек, біз мына бұлтты басады, екеуміз кәне шыға қойыңдар, бірінші қатар келе қойыңдар. Күн басты отырамыз, күн басты отырамыз. Жақсы балар, ендеше бүгін біз барлығын түсінікті болған екен. Үйге тапсырманы жазып аламыз. Үйге 124, 127-ші оқу әңгімелеу және 9-шы тапсырма үлкендердің көмегімен кестені толтырамыз. Үй жұмысын жазып алсақ барлығымыз балар, көбелек бағалы әдіс арқылы белгіленген қағазды көтереміз, өзімізді балымызды, ұпайымызды санаймыз, санап шығамыз. Сәбина, неше ұпай? 10 балл, жақсам. Мансұр? 9 балл. Жасмина? 8 балл. Раяна? 8. Көркем? Бүгін сабаққа жақсы қатысқан Сұлтан? 10 балл. Арсен? 10. Зарина? 8. Айолым? 8. Жақсы. Балар, сабақ аяқталды.